Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода керемет ыстық пирожкидің жасалу жолын көрсететін боламын. Дәмі деген енді керемет болып шығады, қыздар. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт және де жылы суымызды құйып, үстінен ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Келесі шамалы сұйық май, одан кейін жұмыртқамызды саламыз. Қалауларыңызша майонез қоссаңыздар болады. Мен қосқанды ұнатамын, себебі қамыр өте жақсы көтеріліп шығады. Майонез қоссаңыздар, осылай бір үлкен ас қасықтай толтырып қоссаңыздар жеткілікті. Енді жақсылап араластырып, ұнымызды шетінен салып отырып, қамырымызды илейміз. Міне біздің қамырымыз иленді, осылайынан жұмсақ болып шығады. Шамалы ұн сеуіп, үстінен жақсылап басып, салафанмен бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз толықтай көтерілгенше ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Ең алдымен картопты ашып, тазалап, суға қайнатамыз. Міне біздің картоптарымыз толықтай пісіп шықты. Енді бір пиязды турап, осылайынан табада қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей пияздарымыз қуырылып болды. Енді картоптағы артық суларын төгіп тастап, осында қуырылған пиязымызды қосамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрышымызды салып, шанышқының көмегімен жақсылап езіп аламыз. Міне біздің картоп салмамыз дайын болды. Толықтай суығанша осылай бөлек тарелкаға салып қоямыз. Міне біздің қамырларымыз толықтай көтерілді. Енді шамалы ұн сеуіп формаға келтіреміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылайынан бөлшектерге бөліп аламыз. Енді қамырларымызды осылай видеодағыдай домалақ пішінге келтіріп аламыз. Қамырлардың беті кеппес үшін осылай салафан жауып қоямыз. Енді осылай түйілген қамырларды алып оқтаумен жаямыз. Қамырымызды жайып алып, ортасына салмасын салып, пирожкиімізді түйетін боламыз.
Міне қыздар, біздің пирожкилеріміз өте оңай жасалады. Қалауларыңызша ортасындағы салмасын кәдімгі капустадан жасалатын салма қоссаңыздар да болады. Енді ол әркімнің қалауы бойынша жасалады. Мінекей осылайынан барлық пирожкилерімізді түйіп шығамыз. Енді табамызға орташа етіп май құйып, толықтай қыздырып алып, содан кейін барып пирожкиларымызды орташа отта қуырып аламыз. Астындағы оты орташа болуы керек. Қатты отта қуырмаңыздар, себебі пирожкидің ортасы піспей қалуы мүмкін. Орташа жай отта қуырылса өте әдемі біркелкі болып пісіп шығады. Мінекей екінші жағын аударып пісіріп аламыз. Міне қарасаңыздар, біздің пирожкилеріміз өте әдемі болып пісіп шығып жатыр. Дәл солай қалғандарын бәрін қуырып аламыз. Міне біздің пирожкилеріміз дайын болды. Қарасаңыздар, өте жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Қазір ортасын көрсететін боламын. Міне қарасаңыздар, ортасы да толықтай пісіп шықты. Дәмі деген енді керемет болып шықты. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Құрметті қыз-келіншектер, алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше.